80-жылдарда Совет өкіметі кезінде адам қорқатындай болған қылмыс. Бұл Fortress of History каналы. Сіздерден подписка, лайк, бізден бейнебаян. 80 жылдардың ортасы. Совет өкіметінде наркомандар, қанішерлер, бандиттер көбейген заман келді. Ақша билеген заман болды. Кімнің ақшасы бар, соның әмірі жүрді. Ақшалары барлар қылмыс істеп, ақшамен соттың, милициялердің көздерін жұмғызды. Ал кімде ақша жоқ, олар заңсыздыққа ұшырады. 1989 жылы қараша айында Москва қаласында адам естімеген жайт болды. Ормандардың бірінде қыдырып жүрген адамдар мәйітті тапты. Мәйітті аяғынан байлап, басын төмен салбыратып ағашқа байлап кеткен. Мәйітті ұрып соғып, жынысын кесіп, тірідей байлап ағашқа асып кеткен. Мәйіт қансырап өмірін тапсырған. Ол жерге бүкіл милиция қызметкерлері келген. Өйткені өлген адам жай адамның баласы емес. Ол ішкі істер басқармасының бастығының жиені болған. 18 жасар Алексей Новиков. Іздестіру барысында мәйітті тапқан жерде, жақын жерде қызыл девятка автокөлігін тапты. Ол кезде осындай маркалы көліктерде тек байларға ғана тиесілі еді. Бұл көлік Алексей Новиковтікі болып шықты. Бұл көлікті оған әкесі сыйлаған еді. Көліктің ішінен олар сағат тауып алды. Электроника фирмасының. Туыстарының айтуы бойынша, Алексей бұндай сағатты тақпайтын. Оған калькуляторы бар Casio сағаты ұнайтын. Кім және не үшін бұл жігітті өлтірді деген сұрақтар тергеушілерді мазалады. Тергеушілерде ақпарат болмаған соң қанішер туралы олар өлген Алексейдің өмірін талқылады. Алексейдің өзі бір жауыз адам болған екен. Және Алексей үйіндегі жалғыз бала еді. Оны еркелетіп өсірген, аузын ашқанын бәрін берген, жоқ демеген, сұрағанын алып берген. Өсе келе ойына келгенін істеген, әке-шешесін мүлде тыңдамаған. Тергеушілер Алексейдің бөлмесін ақтарып қарады, бірақ ештеңе таппады. Учаскеде бір участковый Новиковты суреттен таныды. Новиков өзінің өліміне дейін досы екеуі көшеде өздерінің әкелерімен жасы екі кісіні жолда тепкілеп, соққа жыққан. Содан кейін милиция оларды учаске алып келгенде, Новиков кімнің туыс екенін айтып, бәрін қорқытқан. 1-2 сағаттан кейін жоғары жақтан адамдар хабарласып, Новиков досымен шығып, жаңағы таяқ жеген кісілерге іс қозғаған. Жарты ай өткеннен кейін Новиковтың мәйіті табылды. Тергеушілер Новиковты осы еркек өлтіру мүмкін деген ойда болды. Оларды іздестірген кезде біреуі түрмеде Новиковты ұрған үшін, екіншісі емханада ауырып жатқан. Олар бұл іске ілмек таппады. Олар Новиковтың досын 19 жасар Виталий Большаковпен сөйлесуге бел буды. Бірақ ол Виталийдің шешесінің айтуы бойынша ол 2 күн үйде жоқ екендігін айтты. 2 күн бұрын Виталий шешесіне кешке хабарласып, досының үйінде қонатынын айтқан. Сол хабарласқаннан ол жоқ болған. Тергеушілер енді Виталий досын өлтіріп, тығылып жүр деген ойда болды. Олар оны таппағаннан кейін оның қызын тауып, сол қызына барып сөйлескен. Қызының айтуы бойынша Виталий өте дөрекі, қыздарды ұрғанды жақсы көрген, тұншықтырып ойнайтын қыздармен. Олар оның үйіне барып, бөлмесін іздестірді. Бұл жігітте бай отбасынан болған. Бөлмесінде видеокамера, видеомагнитофон болған. Ол кездері тек байларда ғана болған аппараттар үйінде болған. Олар заттарының ішінен қарапайым магнитола табады. Әке-шешесі бұл магнитоланы бірінші рет көргені туралы айтты. Іздестіре келе ол 29 жастағы Иван Каптеевтікі болып шықты. Иван Каптеев 4 жыл түрмеде отырған азамат еді. Тергеушілер Иван Каптеевке барғанда олар оның бірдемеден қорқып және қашықтап жатқанын байқаған. Тергеушілер оған магнитоланы айтқанда, ол оны мас болғанда жоғалтқаны туралы айтты.
Тергеушілер пәтерден шыққан кезде жас әдемі қызға кезігеді. Иванның қарындасы Лена еді. Келесі күні Виталий Большаковты тапты. Сол күні кішкентай балалар подвалда ойнап жүріп Виталийдің мәйітін тапқан. Виталий Большаков Алексей Новиков сияқты өлген. Жынысын кесіп, ұрып байлап тірідей қансырап өлген. Тергеушілердің ойынша, бұл екеуін бір қылмыскер өлтірген және бір қыз үшін өшін алған, өйткені екеуін де жынысын кесіп тастаған. Бұл екеуін достарының айтуы бойынша, екеуі өтірік журналистер болып, көшеде қыздарды видеокамераға түсіріп, жұлдыз боласын деп айтқан. Одан алдап қыздарға тиісіп зорлаған, камераға түсірген. Тергеушілердің есіне Большаковтың үйіндегі видеокамера есіне түседі. Тергеушілер видеокамерадағы видеоларды көріп отырып, таныс қызды көреді. Ол қыз Лена, Иван Каптеевтің қарындасы. Қолында Иванның магнитоласы болған. Олар көлікте табылған сағатты алып, Иванның пәтері жағында Ленаны күтеді. Ленаны кездестірген кезде Ленаға сағатты көрсетіп, мынау кімнің сағаты деп сұрады. Лена еш ойланбастан ағасының екенін айтады. Содан кейін тергеушілер Виталий Большаков пен Алексей Новиковтың суретін көрсеткен кезде қыздың түрі өзгеріп қатты жылай бастады. Лена өзі аурушаң қыз еді. Жасы 17-де болса да санасы 5 жасар қыз болатын. Иван Каптеевті сол күні ұстады. Тергеу барысында Иван Каптеев бәрін айтып берді. Алексей Новиков, Виталий Большаков Ленаны бұрыннан көрген. Ауыратынын да білген. Сол күні Лена жұмыстан келе жатып, жолдан ағасының магнитоласын жөндеу орталығына алып, үйге келе жатқан кезде бұл екеуі қызды күтіп тұрған. Олар камера қосып қызға тиісе бастайды. Қыз бой бермегеннен кейін магнитоласын алып, қызды алдап, магнитоланы бір-біріне лақтырып, қызды жүгіртіп қояды. Қыз магнитолаға жүгірген кезде олар қызды ұстап, жақын жердегі подвалға кіргізіп, қызды зорлайды. Ал магнитоланы Виталий Большаков өзімен алып кетеді. Қыз үйіне келіп, бөлмесіне кіріп шықпағанда ағасы бірдеме болған түсінеді. Бөлмеге кірген кезде Лена жылап отырады. Лена 1 сағаттың ішінде бәрін айтып береді. Ашу ызамен ағасы үйден шығып Алексей Новиковты ұстап сөйлескен кезде Алексей соттан қорықпайтынын түсінді. Сол кезде Алексейді қаланың сыртына шығарып, жынысын кесіп, ағашқа тірідей байлап, асып кетеді. Қалаға келіп Виталий Большаковты подвалға кіргізіп, оны да өлтірді. 3 айдан кейін сотта Иван Каптеевті 15 жылға соттады. Ол 12 жыл отырып түрмеден шықты. Ол шыққан кезде Лена өмірде болмады. Өйткені 1991 жылы көлікпен Ленаны бір адам соғып, көлікпен кетіп қалған. Лена сол жерде қайтыс болды. Кездей соқпа, Иван Каптеевтің істеген дұрыс па? Өкінішке орай біздің арамызда да осындай жағдайлар болуда. Жақындарымыз аман болсын, ағайын.